осы өткізгелі отырған облыстық жасөспірімдер арасындағы 2008-2011 жыл туған қыздар арасында облыстық ашық турнирлер бүгін басталғалы тұр. Осы жарысқа ашық турнир болғандықтан Қазақстаннан 4 команда Жетісу облысынан, Астана қаласынан, Абай облысынан, Семей қаласынан және Шығыс Қазақстан облысының барлық аудандарынан командалар келіп отыр. Бұл негізгі жарыстың мақсаты қазір 1-10 май аралығында Тараз қаласында жастар ойындары болады, олимпиадалық. Сол жарыстарға жақсы іріктеу болып табылады. Және де барлық командалардың келген дайындықтары өте жоғары деңгейде, мықты команда жеңіске жетті деп ойлаймыз. Енді негізі мына жарыстың мақсаты кезінде спортты дамытуға үлес қосқан Зайсан ауданының тумасы Әбішева Жұлдыз Ахметсәлімқызына арналып отыр. Бұл турнир көп жылдардан бері өтіп келе жатыр. 20 жылдай болды. Әр жыл сайын осының өз демеушілері бар. Өте жоғары деңгейде өтеді. Биылғы жарысты Өскемен қаласында өткізіп, барлық волейболдың салауатты өмір салтын насихатқа байланысты жас спортшыларды дайындап жатырмыз. Өскемен шаһарында Зайсан ауданының белгілі кәсіпкері Жұлдыз Әбішеваның еске алуға арналған 20-ші рет турнир жалғасуда. Бұл турнирге облыстан және республикалық командалардан келіп өз үлестерін қосып жатыр. Бүгін атап айтсақ, Зайсан ауданы, Абай облысы, Самар ауданы, Зайсан қаласы, Семей қаласы, Серебрянский қаласы, Өскемен спорт мектебі, Астана командасы, Үлкен Нарын ауданы және спорт мектебі Жетісудан, глубокий аудандарынан кеп жүлдеге қатысып жатыр.